барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сужан Анеля. Бүгін біздің сұхбатымызда Арын Еркежан Жарасқызы, танысып қойыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Еркежан Жарасқызы, сізге деген менің кішігірім сұрағым бар еді. Соларға жауап беріп өтсеңіз. Сізге журналистика мен оқытушылықты қатар алып жүру оңайға соға ма, әлде қиын ба? Әр саланың өзінің қиындығы мен қызығы бар. Маған керісінше жастармен бір толқында болу, коммуникация құру өте қызық. Журналистиканың қызығы да сол ғой. Әр бір кездерде өте қарқынды қарбаласта жүресің, бір кезде тыныш болып кетеді. Сондықтан қиын, оңай деп айта алмайсың. Бастысы ол сол саланы өзің ұнатып жақсы көріп тұрсаң болды. Менің білуімше, сізде әдеби терапия деген атты өзіңіздің YouTube каналыңыз бар. Ол каналды ашуға қандай себеп болды? Бұл жобаның ашылғанына биыл 3-ші жыл кетті. Ғылыми қызығушылықтан туындаған, докторантурада оқып жүрген кезде сол формат бізде сабақ форматы сондай болатын, және оны біз неге осы аудиторияда ғана қалдыруымыз керек, басқаларға да көрсетсек, әдебиетті осылай талдауға болады деген қызығушылықтан туды, және жаман емес, жақсы кері байланыс ала алдық. Және де сіз болашақ журналистерге қандай кеңес берер едіңіз? Кез келген салада мынандай сөз бар қазақта, шынықсаң шымыр боласың дейді. Ол тек қана спортшыларға ғана қатысты емес, барлық сала бойынша өзін сол салада дамытамын дейтін, сол салада көретін жастардың барлығына айтарым, қазірден бастап қандай да бір әрекет ету, практикумға бару, жаңағы стажировка дейміз, тегін болсын, ақылы стажировкалар өте көп. Қазірден портфолио жинау керек, жаза білу қабілеті ең бірінші кезекте. Жаза білу және тыңдай білу, және соған сай өзің жаңағы идеяларыңды ұсына алу қабілетін дамыту қажет. Рахмет, Еркежан Жарасқызы. Осындай көп кеңестеріңіз үшін. Сіздермен болған Еркежан Жарасқызы және де Сужан Анеля.